Айыртау алыптардың мекені ғой. Келген жерім Имантау етегі ғой. Ринат сыртқы жақта келе жатыр. Bir жабалақ соқсаң да жетеді ғой. Аңызын айтсам ескелдің, аңызақ желдей ескенмін. Сізден бұрын шығып ап микрофондарды тексердім. Мына отқан халықта сағынып қалды ескергін. Айналайын Ринат, халықтың бәрін тостырып ортамызға қош келдің ай. Айтыстың жиналғанда айқай-ақау көп шебері, ешкімге қобалжудың жоқ себебі. Аспанбек Ринат деген ажалсынды біреу ерте біреуге кеш келеді. Ассалаумағалейкум арлағайын, елімнің ынтымағы көксегені, Құдайым қолдан жапқан қалы кілем секілді көрінеді көкше жері. Табанына тас тимеген ел аман ба, кілем басып жүретін өкшелері айқай-ақау. Ай-ай, жарыған уызға да қаймаққа да Аспанбек аманбысың әйбәт бала. Сахнада бәрі бірдей дегенменен мен қандай өзің қандай жайлақ бара. Біз жұлдыз болған кезде сен күнсің ғой, көкжиектен шығатын жайлап қана. Тектінің шын ұрпағы болсаң рас, бауырым тура жолда тайғақтама. 30-да орда бұзар шағыңдасың, орынсыз ортекедей ойнақтама. Не болса соны айта беретіндей, ағаң саған қыз емес бойдақ бала. Сен едің өлеңдегі өткір пышақ, пышақтың тілін білер қайрақ қана. Әншейінінім ғой деп мақтап жатырым, шынымен сондаймын деп ойлақпама айқай-ақау. Ай-ай, кезінде таң қалдырып көп адамды, талайдың алдын аспан орағанды. Сені бала кезіңде көргенімде, үлгі тұттың Ринаттай зорағанды. Қайтсем де сол секілді боламын деп түрлі-түрлі жасаушең жобаларды. Онан соң білімменен дінді қуып, таныдың кітаппенен молаларды. Жүрсіннің айтысына келген кезде неше түрлі көрсеттің модаларды. Жолқынып шығушы едің айтыстарға, басыңа байлап алып орамалды. Бүгінде орамалың бастан кетіп, ипа-типа шашыңда додаланды. Жумониктің інісіндей жұлмаландың, қасыңнан қайшы тарақ ода қалды. Жарайды өз түрің өз шаруаң ғой, аса толғандырмайды олағаңды. Бәрін қойшы үйленетін ойың бар ма? Жасадың ба жұлдызды жорамалды? Bir қызға тағар кезің келген шығар, өзің шешіп тастаған орамалды айқай-ақау. Ай-ай. Ау, бісміллә, топқа кірдім түк жасқанбай, не көрмеген біздегі қу басмаңдай. Мен едім Сарыарқаның Аспанбегі сөйлескен шежіремен құрдастардай.
Ассалаумағалейкум Айыртауға бір тасының тарихы бір дастандай. Салдар мен серілердің, бесігедің, хандар мен салтанаты бұлдасқандай. Арқаның самалына үн қосқандай, Серахан 80 қызбен қырдасқандай. Өкілі ыбырайлар шырқағанда, бұлттардың бұғауынан күндашқандай. Бетбақтың беттеріне өлең жазып, Кәкімбек жезгиікпен мұңдасқандай. Мен де самғап көрейін биігінде, Нұрекең Имантаудай шыңдасқандай. Ойым шалқып барады, бойым балқып, Қоскөлде пері қызбен сырласқандай. Жері ұйықтың төрінен келгенімде, Жұмақты табаныммен бір басқандай. Даласы арыстан төс, арлан кеуде, баласы түскен емес таудан жерге. Арқасын ақындарға тосып жатқан әртасын келетіндей бал-бал деуге. Сарыарқаның жауһары саған келдік, кешегі құлагерден қалған көмбе. Байтақ баян ауылым сәлем айтты, ән асылып күй қонған арман белге. Анамыз келін болып барған жерге, шоқандай жиенімнен қалған жерге. Ақан сері мінгендей маң-маң керге, сауын айтып кек балдық, саумал көлге. Қасымда ірекеңдей ақын жырлар, кешігіп қасымызға отырдыңдар. Үйленетін ойың бар ма деп қояды, бұйырса үйленуге жақын күн бар. Бетін өзің ашайын деп жатырсың ғой, несіне қасыма кеп ақырдыңдар. Сақынаға кешігіп шыққанменен біздерге жолбарыстай атылдыңдар. Ағайын Ринат ақын шыққан кезде бәрін қиқуға басып отырдыңдар. Халыққа тек зайытып керек екен, ендеше мені не үшін шақырдыңдар. Оу, жүретін барған жерден жинап кайып, ағамызды көбірек қинатпайық. Ринаттай жүйрік ағам келген кезде қалайша жүрісімді ширатпайық. Сен деген атшулы Америка, мен едім қасыңдағы Ирак ғайып. Күніміз енді туып жатқан кезде бірімізге мин атпайық. Ассалаумағалейкум ағатайым, келемін үлкендерді сыйлап байып. Қырықтың бірі қыдыр секілденген, жігіттің падишасы Ринат Зайытай. Реке кекілін келте жалың майда, бесін сайын бәйгі алған бабын қайда. Келіп алып шашыма тиістің ғой, кезі келіше бұл шашта алынбай ма? Басында бауырым деп бастап едің, соңғы жақта боп кетті бауыр қайда. Ініңнің жағасынан алып жатсың, осы сенің бір жерің ауырмай ма? Жұртыма сеніп алып мен де келдім, қазақта саумал көлде ауыл қайда. Алтайдың ақбарысын тоқтататын, Қантайдың бір жігіті табылмай ма? Мен емес шаппай жатып жығылатын, оны кезің келді ғой ұғынатын. Қантайдың бір жігіті жоқпады деп, қанжардай қайралдың ау сұғылатын. Баянның жігіттері батыр екен, Қантайдың аржағына тығылатын. Ай, ақынның жүрегіне өлең сыңар, жайым жоқ бүгін ақыл сенен сұрар. Мені неге шақырдыңдар деп ренжисің, бұныңның мағынасы терең шығар. Анамда еркелеткен қайран елім, менің уайымымды жеген шығар. Жалғыз өзі жалығып кетеді ғой, Аспанбекпен ойнай тұрсын деген шығар. Үйленем деп қылдың ғой дарамын дед, сен үйтіп керілмеген қарағым көп.
Менімен сахнаға шыққан сайын айтасың аламында аламын деп. Ал енді сахнадан кеткеннен соң бұзыласың биылдан қаламын деп. Ағаңның ойы ырас мақұлданса, шабарың құдай білер атың қанша. Бір қызын сол қантайдың алам дерет, Аспанбек шыныменен батыр болса. Мойныңды басқа жаққа бұрмай-ақ қой, қолдың күші жетпесе ұрмай-ақ қой. Бауырым, үйлен қалмай сен биылдан, үйленбесең жоймай-ақ қой, қырмай-ақ қой. 30-ға тақақ болған шағыңдасың, шашыңды құр бекерге жұлмай-ақ қой. Егер осы жылдан інім қалып қойсаң, бұдан кейін өзің дәуре қылмай-ақ қой. Айқай-ақау, ай-ай. Бір түрлі ойлар бар ғой өлеңіңде, мен жүрмін сол ойлардың тереңінде. Болашақ тойыңыным құтты болсын. Рахмет. Басқа тілекті айтам ғой кегенімде. Бірақ жаңа түсіп жатқан келін бетін, аға өзің ашасың дегенің не? Қазақша дұрыс сөйлей алсаң егер, бет ашарын айтасың демедің бе? Басында көрінгенмен балуан боп, ойларды айтып кеттің алуан көп. Бет ашар айтатын рас бар әдетім, тойменен томалақтан табылам дөп. Айтып қайтамын айналайын, біреудің елінде шәруам жоқ. Айқай-ақау, ай-ай. Ауыр инаттың талай жерде аты қалған, барған жерде бір апта жатып алған. Келіннің бетін ашам деген едім, келіннің бетін ашшы деген едім. Болған соң айтыстағы ақын арлан, сол жайлы жарты сағат жырладың ғой, сөздерің аумай кетті запыраннан. Ол рас мен үйленіп жатқан кезде сен көрінші деп едім сақынаңнан. Немене мақтанасың бұл қазақта, зайытып қан емес қой, қатын алғандай. Оу, бай сейіттердей баяғы байрақты жерде бас болған. Шұғатай ұлы сөйлесін шұға жаудырып аспаннан, сердалылар төккенде шақнамадай daстаннан, аттап өтетін ақшамнан. Иман бұрлықтың бойында Ботай деген бір ел бар. Тылсымға толы тас қорған, сол жерде алғаш бабамыз жылқыны қолға үйретіп, ер тоқымын жастанған. Жүген салып мінгенде жуасыпты ғой қастарлан. Көшпенді бабаларым-ай, тұлпар мініп туалып, жауды көрсе қуанып, дулық алып басталған. Атқан оғы тас жарған, бәрін айтта бірін айт, өркениеті қаламның айыртау жақтан басталған. Қылыш шапса кеспесім, найза тисе өтпесім. Шапырашты қарасай арғындағы ағынтай, тарихтағы тектесім. Ақтық демі шыққанша аттан түспей қорғапты сұлулықтың меккесін. Бір төбеге жерленіп дүниеден өткесін. Қандай бақыт десеңші ажалда ажыратпаған қан майдандағы серттесін. Құлшынбайдың төбесін, құлшыны бұрпақ зерттесін. Топырақ алтын бұл жерде толағайлар көктесін. Осында елге жеткесін, сыйласайық ағасы, өмірдің құнын түсініп, көңілдің қылын шерткесін. Қос бауыр дейтін шоқыдай, қосыла жырлап көрейік, қос батыр сыйған далаға қос ақын сыймай кетпесін. Ринат ағам сөйлесе, сөздерінде білім көп,
қасыңда аспан отыр ғой, міне бүгін інің боп, бауырың боп отса да аяйтұғын түрің жоқ. Аяйтұғын түрің жоқ. Ринат ағам осы ғой, жүректердің талайын сөз сөйлейтін тілім деп, зайтып келе жатыр деп, әкімде келмей қалды ғой, қол аяғы дірілдеп. Үйткені ол әкімде талай естуші еді ғой, Ринаттардың жырын көп, барлығына кінәлі жарқын деген жүгірмеді. Керемет екен аспанның айыртауда төккені, қаттайтын деп ағама бекерге болма өкпелі. Айналайын аспандан әкімді неге іздедің, алашағың көкпеді. Мен әкімді іздемен қаумалаған халқым бар, қарсы алдымда өйткені. Жеткізейін өзіңе өткен күннің дерегін. Шығысымда жүргенде Көкшетаудың аймағын түгел көссем деп едім. Сондықтан да аспан жаным әкім үшін емес, мен халқым үшін деп едім. Басынан өткен сан түрлі бейнеті көп замандар, солтүстік деген далам бар, солтүстік деген даламда небір түрлі бабам бар. 37 көлің бар, 27 салың бар. Сендерде қандай арман бар, айналайын адамдар, бәрің бері қараңдар. Сендерді жаман деп айтар, сұлулыққа сараңдар. Елі үшін қазақтың өзгеден артық бағаң бар. Бұл солтүстіктің жеріне, бұл солтүстіктің даласы қандай бейнет көрмеген. Нәубет жылдар болғанда қалмақта төске өрлеген. Осы елден шыққан батырлар талайын соның жерлеген. Солтүстіктің батыр еліне келмеген ешкім көлденең. Ал енді орыс келгенде қымыздарын тартып ап арақпенен суарған адамдарды шөлдеген. Жеріңе орыс қаптатып тың көтерем деп алдаған, осыған түгел көндеген. Сал серілерінің даласын түгел орысша сайратып, қазақтығын қиратқан, орысшылдығын жөндеген. Сол замандар өтсе де айналайын ағайын, сендерсіңдер ерлеген. Қарорман орыс келсе де қазақтығы өлмеген. Солтүстік сұлу жерімді сүндет сіздерге бермеген ай. Кезің жоқ еді Аспанбек ариаттан аттаған. Елең деген елімді көрген кезде шаттанам. Осындай менің елім бар, осындай менің жерім бар деп айтып күнде мақтанам. Абылай қонған жер еді, алаш үмітін ақтаған. Ақан жүрген жер еді, құлагерін баптаған. Қожа берген жыраулар домбыра ұстап таптаған. 8 сері сөйлесе 80 қыз тұрып жақтаған. Шоқан сөйлесе орыстың патшалары да тоқтаған. Сондықтан да жөн болар айналайын Аспанбек, солтүстіктің жерінде қазақтықты сақтаған. Әй бірақ саған оны айтып не пайдасы бар деймін. Баян ауылдан кеп тұрсың, үкілеген ақынға бір шапанында таппаған ай. Айыртау деген бәріне берекелі қоныстай. Қайтайын десең қайтайын, жұлыспай әрі соғыспай. Бұдан бұрында жүрген жоқ, жолымыз біздің тоғыспай. Керіліп сөйлеп көрінім, жиынға келген болыстай. Шапаныңды айтсам айыппа, сөз болсын дедім жолыстай. Қара костюм киіпсің, тарқатайын олыстай. Неғып отырсың Аспанбек, Антоновкының ішіне поқырынға келген орыстай ай.
Ринат ағам деп отырем, орыс деп өлең төктің ғой. Ол рас дұрыс айтасың, бұл жаққа келе жатқанда Антоновкаға да жеттім ғой, Камаровкадан да өттім ғой. Есіне маған ренжейсің, мына сенің қасыңда жалаңаш отқан жоқпын ғой. Сөзде ара секілді у менен балы бар. Ол рас дұрыс айтасың, талай мықтыны тудырған қазақтың иман тауы бар. Дұрыс айтасың, ағасы 27 көлі бар, 37 салы бар. Одан кейін сөзіңе себеп болды ғой сарылар. Айналайын, ағасы көбейлерім тұрғанда көбеймейді ғой сарылар. Осында елге кеп қалдық, ұлдарының жонында арыстанның жалы бар. Қыздарының қолында қырық үйдің шамы бар. Тойларың тойға ұлассың, ұлыңның айтар әні бар. Мына жердің мен білсем, тауы құтты қазаққа суының да балы бар. Бір уыс топырағында қарауылдардың қаны бар, атығайлардың жаны бар. Қасымдағы отырған Ринат деген жұлдыз ғой. Келіп ап мені орыс деп, біздің жаққа бір білгізді ой. Онсыз да Айыртау жерінде 60% орыстар. Осы жағын бір білгіз ғой. Сен мені орыс демегің, онсыз да қазақ баласы қазақ бола алмай жүрміз ғой. Жақсының бәрі жұмақта, кім мәңгі жүрер бұжақта. Бір алда жортар, бір артта, кім жетіп өлген мұратқа. Ақаннан да қалыпты, атамнан да қалыпты, е болған мен ұлатқа. Қайран ақан бабамай атынан да айрылып, итінен де айрылып, құсынан да айрылып, жарынан да айрылып. Тағдыры толған сынаққа жаратқаннан тілегім, қазақ сахарасындағы серілерімді жылатпа. Тойларың тойға ұлассың, сіздердей халқым аманда. Ақандар мәңгі жасайды, бәр өледі жалғанда, ән өлмейді бірақта. Ринат ағам отыр ғой, бекіре жалды бектердей. Жарты сағаттан асыпты, отырғалы біз бұл жерде ақындар жырын төккендей. Мынау отқан халықтың көңілінен айналдым жаңа келген көктемдей. Тойларың тойға ұласын, Айыртау деген ежелден құт кетпеген бөктердей. Иман тауың тағы бар, жауа салмас өткөлдей. Саумал көлдің бойында ақындарың кеп қалды, саумалдан жырын төккендей. Тойларың тойға ұласын, шапалағың біздерге бетімізден өккендей. Тойларың тойға ұласын. Ринаттай ағалар осынау елге көкпелгей. Айыртау тұр қос өркеш, Мұхаммед пайғамбарымның түйесі келіп шөккендей. Тойларың тойға ұласын, аулыңда күнде той болсын. Құба белдің бойынан құлагер шауып өткендей. Бөлеп Айыртаудай қонысты, тындырғандай боп кетейін көбісті. Шындықпенен шоштайын ендеше, осындағы 60% орысты. Кірш алмаған намысының айнасын, жарқын жүзі халқымыздың жайнасын. Өз жерінде өзі қожа бола алған 40% қазақтарым қайдасың? Туған талай қаһарман мен жақсы адам, ала жіптен аттамаған аспаған.
айыртауым өзім үшін әрқашан киелі жер Құдай берген астанам. Төрлеріңе бір сайланып келгенде, бір ай сөйлейінші мүмкіндік ел бергенде, басқаларым былай қойып патшаның бабасы да жерленіпті сендерде. Әрмен қарай айтсынымыз термесін, бақыт етсін жаратқаным пендесін, орыссың деп кінә тақсам айып па, айтқаным ғой Павлодардан келгесін. Дей алмаймын меселіңіз қайтты ма, сөз қылдың ау Ринатты да Зайтты да, Петропавл қаласына бауырым, Павлодарың бір привет айтты ма. Осыдан соң өңің біраз өзгерсін, сайрап көрші ағаң енді сөз берсін. Бір тілерім Петропавл, Павлодар, қазақ қала болатындай кез келсін. Саған деген сақталған бір жақсым бар, ақиқаттан Аспанбек жан қашпаңдар. Мақтанғанда сондайсың ғой бауырым, қазақшаны ауылыңнан бастаңдар. Қазақшаны ауылыңнан бастаңдар, Павлодарды тұзғалағып тастаңдар. Бағалаймын сен секілді асылды, Құдай ұзақ етсін деймін жасыңды. Тағы біраз иығыңды жұлқып көр, тағы біраз сілкіп көрші шашыңды. Бір осындай ой айтайын ұғарға, шек болады дегенменен шыдамда, иық жұлқып басыңды да сілкіп көр, татитындай бірдеңелер шығарма. Аспанбек түйінді. Бір шумақ айтсам болама, өлең кіргізіп ән сәнін, ол рас-дұрыс айтасың Павлодар жерінің, менде қазақ болғанын аңсадым. Айналайын реке қарсыласқа әйтеуір бүгілмейді ғой саусағың. Қайда барсам әйтеуір сеніменен айтсам, менің ағайын осылай өтіп жатыр балшағым. Бүгінгі сахана төріне 12 ақын 6 жұп келген болатын. 6 жұптағы мінеке өздерінің тамаша өнерлерін көрсетті. Ринат Зайтов бастаған. Кілең 10. Аспанбек Шұғатаев. Кілең 10. Рахмет әділғазылар, сіздерді ақтық сынға шығатын ақындарымызды топшылау үшін шығарып салайық.